жаңа соңында маңдайдан сүйген қыз осы қыз ба? Ортаға келіңіздерші өтініш. Енді осы уақытқа дейін неше рет сүйгеніңізді білмеймін. Маңдайынан бір рет сүйіңізші апам. Қол ұстаңызшы. Міне ардақтас ағайын, осындай керемет бақыт баршаңызға нәсіп болсын. Енді қылықты қыздарымызды бір сәтте ортаға бәрін түгел шақырайықшы. Бәріңіз келіңіздерші. Әдия, Лаура, Камила, Гүлмира, Нұрлыбек, Әділет, бәріңіз келіңіздерші. Үйдің бойдағы жаным сол. 2026-дан қақ бөтпесін. Қақ бөтпесін. Биыл демей қойшы, давай келесі ай. Уақыт сәті келген кезде көкем мен апамды текті елмен құда қыл. Көкем мен апам 70 жас қою дегенменен 90% осы балаға тілек айтылып жатыр бұл өзінде. Тәңір сол тілектерді қабыл етсін. Ал енді үйдің сұлу қыздары, жанашырлары, гүлдері, нұрлары, жырлары, әдемі тілекті өздеріңіз бисмилля деп бастап берсеңіздер. Мархабат. Мархабат. Мерекелеріңіз құтты болсын. Тойларыңыз бұдан да мықты бола берсін. Біздің арамызда күліп, жайнап жүре беріңіз. Құдай қаласа мына балаңызды үйлендіріп, бұдан да үлкен тойда отыра берейік, бас қосып отырайық бәріміз. Барлықтарыңызға рахмет, келгендеріңізге өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға бұл кеше Наурыз мерекесі өтті. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Мерейтойларыңыз құтты болсын, аман болыңыздар, құдалықтарыңыз құтты болсын, мың жылдық аман болыңыздар, үздік күліп ойнап жүре беріңіздер. Биыл точно келін той болсын. Ал қонақтар саламатсыздар, келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Пап, мам, тойларыңыз құтты болсын. Ең басты тілерім денсаулық, ауылыңызда аман сау күліп ойнап жүре беріңіздер. Келген қонақтарға үлкен рахмет айтамын. Бәріңізге жұғысты болсын. Келесіде тойда кездесе берейік, тек жақсылықта. Мейрам құтты болсын. Ең басты денсаулық, мам, пап, туған тойларыңыз құтты болсын. Нұрлыбек пен Гүлмираға кезек келді ма? Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу, өзі жас, кімнің жары екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай, шапалағы сәл азау. Кімнің тойы екен ай. Гүлмира саған берілмақ келеді, бірақ пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған дейді, ең алдыменен осы әулеттің алтын күйеу баласының әдемі тілегін ел болып тыңдайық. Рахмет. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, тыныштық болың. Бүгін енді 30 күн ойы 40 күн той дейді, кешелі береді. Үлкендеріміз бар, туған туысқандарымыз бар, әдемі жақсы ниет тілектерін арнап жатыр. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Бүгін алтын бастарыңызды ақ дастарханда көріп, уақыттарыңызды бөліп, жақсы тілектеріңізді айтып жатсыздар. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Сіздерге де осындай тоғышық той жұғысты болып, ұлдарыңызды қызыңызды қиялдырып, ата әже ата-аналарыңызға шын жүректен. Мен сөйлеген микрофонда дәлелдеп отырамын. Ал енді ата-бабыма бүгін мерейлі 70 жастарыңыз құтты болсын. Ал енді 50 жылдық бірге ғұмыр кешіп жатсыздар ғой, енді бір жарты ғасырлық ғұмыр, сондықтан да сіздерге үлкен алғысым шексіз.
осындай 5 қыз бір ұлды тәрбиелеп дүниеге келдіріп, қанаттыға қақтырмай, тұмсыққа шоқтырмай, маңдайларына шаң тигізбей өсіріп өндіріп, бүгін міне солардың сіздердің алдарыңызда ниет тілектерін білдіріп, өздеріне той жасап беріп жатқан жайы бар. Алла разы болсын сіздерге. Осылай тек бар көрген бейнеттеріңіз, немере шөберелеріңіздің тек той қуанышында той тойлап би билеу болсын. 100-ге жетіңіздер, ешқашан қартаймаңыздар. Барлық үшін қуанышымыз. Той құтты болсын ағайын. Тәңір тілегіңді берсін. Сүбелі сөзді сараптап, желеген шағы майын ішіп тәтті тілектің бәрін атасы менен апасына жүрек жарды лебізін жүректеріне жеткізіп тұрып айтып берген күйеу балаға Құдайдың берген қолменен бір құрмет көрсетіп қойыңыздар ағайын. Ал енді осы әулеттің, біздің әулеттің қызын алақанына салып аманат қылып алғаннан кейін, міне кірбің көңіліне ешқашан қаяу түсірмей жылы жүзін жадыратып жүрген алтын күйеу бала қыздың тілегі қыдырдың тілегі дейді біздің атам қазақ. Енді аяулы ата-анамызға әдемі тілекті өзімізбен жақсылап жалғайық. Ал қадірлі қонақтар, баршаларыңызға сәлем бердім. Қош келдіңіздер. Осылай ата-анамызды сыйлап, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет. Алла разы болсын. Әрбірлеріңіздің отбасыларыңызға тек қана амандық, денсаулық, молшылық тілеймін, еліміз тыныш болсын. Мама, папа, біз сіздерді жақсы көреміз. Сіздерге үлкен рахмет. Бүгін дүркіретіп жасап жатқан тойларыңыз, мерей тойыңыз, алтын тойларыңыз құтты болсын. Біз 6 бала-шағаңыз қандай жетістікке жетсек те, ол бірінші Алла, одан кейін сіздердің арқаларыңыз, сіздердің тілеулеріңіздің, сіздердің ақ ниеттеріңіздің арқаларыңызда аман жүріңіздер, бала-шағаңыздың қызығын көріңіздер, дендеріңіз сау болсын, 100 жасаңыз, 100-ден асып жасаңыз, немере, шөбере көріп, бұйырса ұлыңызды үйлендіріп, әулетке жақсы келін келіп, көптің тілеуі қабыл болады дейді ғой. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Солай әулетке жақсы келін тілеп жатқандарыңызға періштелердің құлағына шалынар осы тілектеріміз. Аман жүріңіздер, мама, папа. Біз сіздерді жақсы көреміз. Бүгін кешіміз керемет өтіп жатыр деп ойлаймын. Барлықтарыңызға да рахмет. Бауырларым, үлкендерім, Алепке, Лаура, Камила, барлықтарыңызды жақсы көрем. Інім жалғыз Адлет әрқашан қолдап, қоштап жүретін. Мен өзім алыста, Атырауда, Астанада жүрсем де, жүрегіммен ата-анамның қасындамын әрдайым. Мен сіздерді жақсы көремін. Енді мен үйдің кенжесі асықпа әбден саған бермей тұрып қарындасымның бір әдемі тілегін тыңдап алайыншы дедім. Себебі көштің түйінін өзің қойсаң деген ниетпенен, иә? Немере қой сіздерге. Жаңылмасам. Бала балдан, немере жаннан тәтті. Жаннан да тәтті болған немеренің әдемі тілегін тыңдайық ағайын. Баршаларыңыз сәлеметсіздер ме? Бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Тойдан тойға ұласа берсін. Бүгінгі енді той иелері апа мен атаға тілегімді айтқым келіп тұр. Ата-апа мерекелеріңіз құтты болсын. Мереке айтқанда сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Әрқашан бақытты болыңыздар. Ең бірінші үлкен денсаулық тілеймін. Ұзақ жасаңыздар. Біздің жанымызда әрдайым осылай ортамызда мәңгіге жүре беріңіздер. Только үлкен бақыт тілеймін. Ешқашан мұңаймаңыздар. Сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Әділет асықпа. Кішкентай. Мен микрофон берейін деп тұрмын. Құдай, мынандай кішкентай қызға болам деген баланың бетін қақпай белін бір бұлып қойыңыздар шағай. Камераны сәл жақындатшы бізге әдемілеп түс көрсін.
Папаня, синий трактор. Бол. Біздікілер өліп көреді, қайда міне? Попошиним попоша. Попошинга поша. Сыртқа шыққаннан кейін ұрсаң да қарсы емеспін. Бірақ осыншама алдында мен ата-анама айта алмаймын деген сөздің өзі ыңғайсыз болар. Үйдің кенжесі Алланың бергені, әйтпесем 5 қызға дейін көкемде бала шыққанша қоймаған екенсіз я. Атамның тілегін Тәңір беріп, осы шаңыраққа апталдай алдын азамат келген қадірлі ағайын. Жерге қарайтын 10 ұлым болғанша, елге қарайтын 1 ұлым болсын дейді біздің бір атам қазақ. Мен де бір үйдің бір баласын, өзімнен кейін 6 қарындасым бар бауырым. Екеуміз почти теңіз. Сондықтан да осындай керемет қуанышта ата-анаңа деген әдемі тілекті жүрегіңнен шығар, жүрегіне жеткізіп тұрып әдемі қылып айтты. Ассалаумағалейкум, баршаңызға саламатсыздар, келгендеріңізге қуаныштымыз. Тойымыз тойға ұлассын. Мен өз азуға қатты сөзге жоқпын, но барымды айтамын да. Мама, папа, тойларыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. 100-ге дейін жете беріңіздер. Бағана былайынан қарап 70-ге келгенге ұқсамайсыздар, вроде былай қараймыз. Сол сияқты 100-ге дейін жете беріңіздер. Барлығы жақсы болсын. Барлықтарыңызға рахмет, үлкен керемет әдемі өтіп жатыр кешіміз. Алла қаласа сол барлығы қоймай жатыр осы менің тойымда да жолығамыз деп. Енді Алланың қалауымен оңықта енді либо осы жылы, либо енді жылы енді үйленіп қалған жағдайда болып кетеді енді ол ата белгісіз болып Алланың қалауымен болар енді. Сол самое главное мама, біз сіздерді жақсы көреміз. Менің еще 5 әпкем бар, жетеді бір апта болсын. Сол сияқты только жақсы сәттерде, тойларда, жақсылықтарда, аманшылықта жолығайық. Құттықтаймын да. Қай жылысың? 98. 2003 қарындасым бар, танысасың ба? Мен просто мынандай кісілермен құда болсам арманым жоқ. Елдің алдында тұрмын ғой, ардақты асыл ағайын. Шын айтып жатырмын да. Енді барлығы менің қолымдағы болмаса көкемнің қолындағы тұрған нәрсе. Мен де нормально болып тұрмын ба бұлай? Болды. Қазір тойым масқарттамада ертең құда болып тұрды болсам оның несі айып? Қисық сөз күлмекке, түсу жол жүрмекке жақсы дейміз. Енді бір ғана өтінішім болып тұр. Ол қыздардың атынан бір дайындаған сыйлық бар. Оны менен гөрі далаға сыртқа кіріп шығып жүрген кісілер жақсы біледі. Бірақ сол сый-сияпатты табыстамас бұрын бір ғана өтінішім болып тұр. Осы үйдің қыздары, ilk баласы, тойхананың ана басына барыңыздар, өтініш. Чиста қыз. Немере деп атқан жоқпын. Немере деп атқан жоқпын. Таза туғандарымыз айтып жатыр да. Ал, осыншама елдің алдында 4 қыз әдемі тілек айтса да ішінде біреу ғана жылап қалды. Бұл ойнап, күліп, жадырап, жайнайтын той болғанмен елдің есінде жақсы жағынан қалатын әдемі кеш болу керек. Атам мен апама бір ғана өтініштен айтқым келіп отыр. Үйдің үлкен Әлия ма? Әлияны просто бір ауыз еркелетіп шақырыңыздар. Әлия ханым ортаға ата-анасына бала кезінде қалай бүйтіп қуанып келді, дәл солай келіп ата-анасын бір құшақтаса, сіздер қошемет соқсаңыздар деген ниетім еді ағай. Болады ма? Балалық шаққа бір саяхат жасап қайтайықшы өтініш. Әлияны кімде еркелететін едіңіз көке? Әлияны еркелететін бедіңіз? Еркелетеміз ғой. Кім деп айтатын едіңіз сол кезде Әлияны? Не үшін? Көтібоқты есе шықты. Енді бір сары қызым деп па, томпағым, жанашырым деп па, бір болған шығар. Айтқамыз ғой, айнанай дейміз ғой. Қандай? Айнанай дейді. Айнанай? Апасызша? Алияшка деп еркелетеміз. Ал кет. Айнанай, Алияшка менен жатыр. Қошемет ағай. Birike beldegi Bölgegi örlegi Özümden halaya gelgeli Kirdiğimiz yıkanday
Қазақша айтқан шығарсыз көке, Лаураны. Лаураны точно сіздің қызыңыз ба? Лаурита. Апасы ше? Лаурита деген мен оны. Ал кетті Лаурита. Жаз кетті, сізге жақсын қыз салды. Жаз кетті, салды. Апасының қызы екен көрсетіп қойды. Жаңа Әлия әпкемге мамасынан бірінші құттықтап, Лаура келді пападан бірінші құшақтады. Ал енді Камиланы. Бұл папасының бәсе көрініп тұр. Камиланы? Камила қызым деген, Камила қызым. Вообще еркелет деген емес та, я? Камиланы? Камок деп еркеткен. Ойбай. Камок. Ал қарсылай. Мамасының қызы. Алла разы болсын, айналайын, алтындар, аман болыңыздар. Ал енді шырайлы шын қаламызда туылғанменен, сонау алысқа тұрмысқа шыққан, алыс елді жақын қылған Гүлмира қызымызды қандай? Гуммо. Апа? Мен негізі 5 қыз туғанмын. Соның 4-еуі аппақ аққош болған. Бұл қызым туылғанда қара болған, шашына қарай көжік болған. Ол кісінің бұл қызымды бұл қыпты енемден бөлек кеткен туғанмын. Енем келді айтты, айленуымда қандай қыз қыбыжық қой деген. Енем, мамаша, бұл самый оригинальный. Мынағынан емізсем, мынағынан ағатты қыз, оригинал таза қыз дегенмін. Сонда қойшы деген енем. Сөйтіп, мен ана, не дейді, жас кезінен не тілесең ала тілеуім керек дейді ғой. Ода, мамаша, бұл менің қызым, ол кезде Астана деген сөз жоқ еді. Астана деген әңгіме жоқ еді. Алматы еді біздің Астана. Мамаша, не болды? Менің қызым Қазақстанның Астанасында тұрады. Астанада оқиды деп айтқан едім. Шынымен, мына алға тұр ғой, түн жағын отырып, сөйтіп айттым. Сөйтті да мама, қойшай деп кетті. Мына қара қыз, ана қызға қарамайды, мынаған өліп қарабасы ғой деген еді. Сол менің қара қызым. Негізі бұл папасының қызы, мен атын қара қыз деп қойғам. Әлі қара қыз деймін. Көкемнің тілімен гумок, баяғы апаның тілімен бирамас, маманың тілімен қара қыз келе жатыр. Бұл біз үйдегі майкөт қыз, бұны қатты еркеткенбіз, артынан біз жаман бала көргенбіз. Алып қашан береді Құдайдан тілегенбіз. Базарда 35 жыл істедім, пенсия шықтым. Бүкіл кемпір, бүкіл таныстар мына пейіліңе бір ұл берсін деп тілеген еді. Көпшіліктің баласы мен балам. Бәрекелді. Қазір сұрай тұр, папаң не деп еркелеткен сұра барайын. Көке, бұны енді ат ұшы еркелеткен шығасыз. Арпаның ішіндегі бидайы ғой бұл. Кім деп айтып едіңіз? Өзің білесің, жаңа 5 қыздан кейін ұл туылған екен. Конечно, қуандық. Адико балам деп еркелеттім. Адико. Солай. Адико, Акико. Мамадан сұралай ма? Мама, сіз? Адико, Адлет деп еркелеттім. Бұл кісіні жаңағы Алладан тіледім. Мен жас кезімде жаңағы осы ішім осы өзіне ұқсам, мен Құдайға, мен не жамандық қылдым осы көпшілікте жүріп. Ішіме жамандық істеген дедім, істемеген едім деп, ана мешіт аржағында сайылы досымыз тұратын еді, сол жақта шығып деп айттым. Алла Құдай-ай, ішім осы өзіне ұқсам бір бала берсе екен деп тіледім. Жас кезде не деймін, сол сөзімді қайтып алдым деп кешірім сұрадым Алладан.
мына кісіден алладан сұрадым. Сөйтіп құда қалса жаңағы үлкен қызым үлкен немеремді босанғанда үйіңізге свежий үйіңізге немере келді деген мен біткен роддомда аллаға шүкір үйіме свежий воздух кірді деген сөйтіп өзім көтергенін білмеймін. Сөйтіп немереме қуанып роддомға жаңағы бір табақ картошка пияз алып арақ барақ алып қуырып апарғам врачтарға ішпейтін прозеферовна арақ ішіп аня не может быть дочки твои сынарға рожают ты должна родить сына деген ол кезде білмеймін мен қабат екенмін қызым болсағанда 7 айдан кейін өзім ұл тапқанмын соғысып әдеке балам менің әділетім жаным Құдай басқа жақтан беріп деп қойсаңшы кезде. Адико, ойнаға үйдің келіншесі келе жатыр. Жылайындық қалдың ғая. Алла амандығын берсе осы шаңырақта тек жақсылық қуаныш болсын. Мобилогер папай күшті түсіреді екенсің. Енді осы сәтте бағанадан бері тілімізге тиек етіп жатқан дүниені айтайын. Осы ұлықты болған ұлдары, қылықты болған қыздары, осы күнге жеткеніміз әуелі бір Алланың, содан кейін ата-аналарымыздың арқасы деген ниетпенен алтын атамызға, аяулы алтын апамызға 40 жыл КамАЗ айдап ұл-қыздарым өсіп өнсін деп, еткен еңбегі еш болмасын деп, аяулы алтын анамыз бен асыл әкемізге Toyota Highlander су жаңа автокөлігі. Қошемет болғай! Адамдар сұрап отыр да просто. Ағай, осы жерде бір нәрсе айтып кетейінші. Мұна асаба қандай адам деп ойлап қалмаңыздар бірақ. Мен алғанын көріп тұрмын, көкем айдап жүрген сияқты. Барлықтарыңызға, осы тойға келген ардақты асыл ағайынға, мәртебелі мейманға, қадірлі қонаққа келсеңші күйеу бала. Сіздің де себебіңіз бар ма? Сізбен де ақылдасып ақшасын берген шығар. Ау. Айтып алайыншы өтініш. Бол. Беріп алыңыз. Құда автокөлігіңіз құтты болсын. Тек тойға мініңіз. Құдаға екеуіңіз. Өрімдігін берейін аз бол. Бәрекелді. Құданың атынан су шаңа тұлпарға көріндік. Екінші құда келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Ал енді той керемет өтіп жатыр, енді айтады ғой, әр елдің салты басқа, иттері қасқа дейді. Біздің Атырауда осыны жақсы өнер көрсеткенге, осындай неге көрімдік байғазы деп айтады ғой қазақта. Құда, асыз зат онсыз, атыңыз, тек жақсылыққа тойға мініңіз. Азғантай болса да көптей көріңіз, құдаңыздың атынан Атыраудан келген шағында. Көрімді қабыл алыңыз құдаңыздың атынан. Көмек ішті, омықтенге бар құдайға шүкір. Мама, старший келе жатыр. Гәптес. Мен өзім айтып жатырмын ба енді? Жаңа айттым ғой, келесі айдан бастап гәп ойнаймыз деп. Құдағыларға бар. Ал енді құдағай, көліктеріңіз құтты болсын, көліктеріңіз тозып, өздеріңіз озып, көрінген ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, аман отыра беріңіздер. Мынау азда болса көптей көріңіздер. Көрімдік деген болады ғой сол.
мен сатып алайын ба? Чанган бабы деген. Болды бұлар. Енді ардақ ағайын, болды о деймін осы мен өз. Біздікілер бермейді. Бір нәрсе айтып кетейін, қадірлі ағайын, барлықтарыңызға салоннан су жаңа автокөлік алуды тілемеймін. Қалай? Не үшін? Сондай автокөлікті сыйға тартатын осындай ол менен қыз тілеймін ағайын. Енді өзіңізден тараған ұл-қыздарыңызбенен ата-апа бір әдемі суретке түсіп алыңыздар өтініш. Жақын тұрып бір суретке түсіп алыңыздар. Немене? Кесейін. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Баламды бөбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, Құлбарықты болсын апа, жақсылыққа мініңіздер. Енді ардақты ағайын, мынау атам мен апамның сіздерге дайындаған сыйлығын жылдам таратып жіберейін өздеріңізге, Осыншама сыйлықты сіздерге алдырған. Мынау кішкентай нәрсенің өзі 35 теңге тұрады. Кішкентай мынау. Оригинал наушниктің өзі 35 теңге тұрады. Енді осы сіздерге жылдам таратайын. Қалай? Оп-оп. Экранға бағанағыдай сурет шығарамыз. Суретке қарасаңыздар автокөлік, машина, болды. Кім машинаны табады, сыйлықты алады. Все. Алғашқы машина, ашықтар шықты. Қандай автокөлік? Кеңіз. I'm gonna tell her Mary a bottle of John. It's just in the blues, buddy. Biliniz için aşıyın. Biliniz için. Қандай машина? Аман. Қандай машина? Toyota 50. Машина yu dedi. Hem maşinamız yuyuladı dedi. Bir marta yuyuladı, to'xtadi. Apşikeniz. Есіміңіз? Соли. Машина? Капет. Әбіке, дұрыс емес, ренжімейіз. Ең жоғары сөйле, жоғары сөйле, қыздар. Бол. Бұдан кейін билейсің бәсе, дейсіңіз. Атыңыз аға? Жәнібек. Кім боласыз? Күйеу болады. Насты үйленген жоқ қойсың? Нормально. Жәнібек, қандай машина? Hyundai Accent. Дұрыс қой? Hyundai Accent. Үйленген... Ассалаумағалейкум. Десеңші, үйленгеніңізге қанша жыл болды? 15 жыл. 15 жыл сізге точно наушник керек ана. Біздің әпше құрсады ғой. Музыка тағы болса тыңдап жүресіз. Болды, ештеңе жоқ қой. Келесі. Қандай машина? Шлянга, анау үй. Қандай машина? Өзбекстаннан келген құдама барғың келмеді ше? Бір барып қайтайыншы сол құдама. Бір өтініш сәл сабырыңыз. Тамыр өтіп кетейін. Құда, қандай машина деп ойлайсыз? Машина бересің бе? Берем. Kia. Молодец құда. Дұрыс емес. Құда. Құда. Мына жақтан айтыңыздар қандай
қандай машина? Кең сіздерге вообще қарап. Рахмет. Есіміңіз? Ұлжан. Машина? Камри. Молодец, Камри. Кия деп қоямын. Ау? Зор бет. Мынау 5,5-нан беріп жүр. Мынау 3,000. Мынау 7,000. 6,5-ға беріп жіберемін. Мынаны берейін. Мынандай ма? 60. Білмеймін, көремін ғой байып кетсең соны. Әдемі, құтты болсын әпке. Келесі. Қандай машина? Кеш жастарға бір көңіл бөлейік, жастарға молодец, екі көзің сыйлықтауға сені. Қолыңа өлтіріп барадыр ма? Атың кім? Мұхаммед. Кім боламыз? Көрші. Қойш? Баяғыдан атамен ойнайтын сияқтысыз. Қандай машина? Гель. Чот. Аяқ болсы ба? Қайсысы? Нау. Бәрі наушник қой. Давай, от души бар, құтты болсын. Келесі. Гелик қой дұрыс. Қандай машина? Суши. Суши бар арасында. Өзімізсің ға сәл тұрады. Сәл тұры, өзімізсің. Мақым кеш. Билінбеш атаң мен апам тойы. Рас. Маэстро! Юсуп Мироғұлы болып тұрсың кәді. Атың кім? Мирхан. Мейірхан жаңа сен тілек айтатын кезде таппай қалдық қой сен. Мақым, немересі қандай машина? Rolls-Royce. Rolls-Royce. Не тұрған Range Rover шықты. Range Rover ма? Rolls-Royce. Rolls-Royce. Қайсысы? Наушник. Наушникті не қойып қойыңшы. Чөй жоқ, ала бер. Ең соңында берейші. Қымбат бәрі жастарға кетіп қалып отырды. Енесі бар келіндерге ма беріш беремін қазір. Келесі машина. Қандай машина? Айтасың аға? Кең шаға. Ағам келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Жием болам, атыңсың болады аға. Бақыт аға, қандай машина? Торт па? Мынау қандай машина? Кім атын айтып отыр? Кімді? Со кімнің аты мынау? Валера. Валера, тұрыс аға. Тұрыс аға. Валера деген үшін аға. Аға, жиен аға. Валера деген үшін тағы да бұл. Тосын аға. От души. Сындырып аламыз аға. Құтты болсын. От души аға. Валера! Құдай өзі кешірсін. Асықпаш қарады. Қайсысы? Кеңші. Амансыз ба? Есіміңіз кім? Айгүл ханым, кім боласыз? Аня Пенсіз. Мәссаған. Қандай автокөлік? Шевроле. Шевроле дұрыс. Мынау сізге. Валера деп қоямын. Келесі. Қандай автокөлік? Қай үстері қатты қошемет соқса сол үстерге қарай. Машина? Супер. Кім боласыздар? Подружки. Баса ашық жинайтындар да, я?
тыныш болыңыздар. Ұрыспаңызшы, ше той ғой. Келесі. Аспақтыр енді. Қандай? Әпше, сіз келсеңіз шыққан жоқсыз, келсеңіз. Ассалаумағалейкум. Мына жаққа ма? Бағана сіздер бүйттіңіздер ғой бұда. Келдіңіздер де машина алған адамға 5 беріп кеттіңіздер ғой. Кейін тағы 5 беріп кеттіңіздер. Кейін құдағи келді 10 беріп кетті. Қайтып қараймын, мына жақтағы барып өттіңіздер. Қазір қараймын, қазір қараймын. Болмаса күте тұрыңыз. Қандай машина? Қандай машина? Мұндай. Кеші құда. Ұнатқаныңдаш. Алла қаласа бізге де Атырауға барып той басқару бұйырсын. Астанаға барып той басқару бұйырсын. Құтты болсын құда. От души. Осы жердеміз құда, кеп тұр. Сіздікі дұрыс дейміз. Ау? Наушниклерсі. Үлкенді кішкентай. Енеңіз бар ма? Яғни сол енеңіз жоқ болса ол. Білесімеш? Құтты болсын. Істемей қалсын. Апа, атыңыз кім? Атыңыз кім? Салима. Дұрыс апа. Осы апаға бір сыйлық беріп қойшы, бағанадан бері қарап отыр. Міне апа. Ойма, әне апа. Бір жігітпен билейсің апа. Ойнамайды апа, ойнамайды. Құтты болсын апа. Екі көзімен қарап отыр апа. Ал, мен ана баяғының байлар сияқты болып тұрмын ғой дәл қазір. Қолдыр бар дүниені елге таратып беріп жатырмын да, мына кісілердің жиып берген дүниесін өздеріңізге паш етіп жатырмыз қадірлі ағайын. Келесі қандай? Ау! Осыларынша бұл той ғой. Сізге де беремін. Міне. Міне апа. Сымқастық ба? Қандай машина? Кеш. Don't you to me about Sinclair? It's like nah, listen, too late, let's bounce. Yeah. Let's go. Туыла сал билегесің ғой деймін сені. Есімің кім? Асел. Кім боламыз? Қатты араласпайсыңдар. Кім боласың? Ағайындымын. Руың не? Елбай. Туған әпшесі? Иә. Көкемнің? Көкемнің қарындасымын. Молодец. Қандай машина? Соната. Ау? Санат. Дұрыс қой ойбай, өзгеше. Қайсысы? Ұнатты. Ау? Примитивчик. Мынандай ашы, таразы. Что? Иә, осыны ашы, осы ең арзаны. Бетіңізші бір өтінішім бар. Қалай билеп беріп, тура солай билеп бара аламыз ба? Маэстро! What you gonna do with all that junk inside your trunk? Андай ше, бірінші раунд деген сияқты кетіп барамыз ба? Бол, ендігісін өзім берем, мен бұлай жасайын. Алайын. Ұрсаңыздар да бермеймін енді, болды уже. Бұлай жасайын. Тойдың төрінде атам отыр. Нақақшы болып жаңа той ашқан. Алла амандығын берсе тойдан толық той болсын. Осы той бар қазаққа жұғысыз болсын. Ата, сіздерге арнайы алып келдім. Құтты болсын Құдай қаласа. Міндетті түрде қол көтеріп ұтып алу шарт емес. Қазыналы қарияларымыз жақсылап құрмет көрсетейік деген біздіңге жай ниет қана қадірлі ағайын. Келесі автокөлікке бір қараңыздар. Қандай автокөлік? Қай? Жөн асықпашы. Алейкум сәлем. Я кім чуа? Ой білем десең. Кеңіз аға, кеңіз.
Нұр аға, кім боласыз? Жиен аға, қандай машина? Nissan. Красавчик аға. Қымбат қо наушник. Балаға наушник беріп көкеме дефаль береміз бе? Құтты болсын аға. Көре алмаймын мен ана жерді. Вообще көре алмаймын. Енді бір өтініш болып тұр. Бір өтініш болып тұр. Мынау екі сыйлықта машинамен бергім кеп тұрған жоқ. Осы ресторанның ішінде Аллаға сан шүкір аяулы аналарымыз көп отыр. Бірақ тек шындық керек. Ең көп баласы бар ана. Алла берген. Бірақ сразу айтам, бәрінің папасы біреу болу керек. Қаншау? Алланың бергені 4 қыз үшін. Жетеу. Қазір қапа. Жетеуден көп бар ма? Мен 8-9 деген кім бар? Жетеуден көп кім бар? Қол көтерсеңіздер өзім барам ғой. Ойбай. Қаншау? Құдай қаласа да қоясыңдар. Жетеуден көп кім бар? Қаншау? Жетеу. Жетеу, екінші жетеу шықты тағы. Болды ма? Ешкімдер еш болмасын. 2-7 баласы бар ана ортаға. Қанша қыз, қанша бала? 4 қыз, 3 ұл. 4 қыз, 3 ұл. Сіздікі? 5 ұл, 2. 5 ұл, 2. Ей? 3 қыз, 2 ұл. Сіздікі ма? Көшіна ма? Үшіншісінің аты кім? Ұлар. 7-сінің туған күні. 19 февраль. Бұра берсең, ешкім біліп барады. Енді қадірлі ағайын, мынау сізге болсын. Қызыл көйлек киген қыз, әпке, мынау сізге болсын. Бір сақ ортаға өтміш. Алла амандығын берсе, сіздерменен біздерден тараған ұлықты ұлдар бар, қылықты қыздар бар. Қыздарымызға, ұлымыздың жан-жарлары аманат алып алған келіндеріне 7 баланы дүниеге әкелген аяулы аналарымыздың жолын бере берсін деген келеді ағайын. Енді әдем тілектің дөріне осы әулеттің қыздары бар. Айдан да сұлу әпкелерім бар. Әкедей болған жезделерім бар. Жанашыр болған жиендерім. Болды. Әпке, жезді, жиен бөліп. Мынау енді бір алдын ала айтып өтейінші. 70-ке келген атамның достары, апамның құрбылары, коллективтер ренжімеңіздер. Класстастар қаншаға келсең де класстас екен бұл. 70-ке келсе де ең соңында шығарайын деп жатыр демеңіздер. Ең де алдарыңызда осы әулеттің қыздары болып тұр. Содан кейін асып өте алмай жатырмыз. Ендеше әдем тілектің алаңына әпкелер, жезделер, жиендер, бөлелер және де арнайы Шымкенттен қазір ғана келген 2 құдағиымыз бар екен. Ешкімнің атын атамаймыз, әпке, жезде, жиен, бөле, Шымқаладан келген 2 құдағи. Қойды өте келіңіздер. Şahsım buldum, özüm
нұры жаусын, шаңырақтарыңызда жақсылық, қуаныш тойы болсын. Шын қаламыздан арнайы келген қос құдағиымыз осында ма? Өздеріңіз бастап берсеңіздер, жолдарыңыз үлкен. Құрметті құда-құдағылар, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты бола берсін, Құда қаласа. Осы балдарыңыздың, қыздарыңыздың тек осы немере шөберелердің рахатын көріңіздер. Дендеріңізге сау, деміңіз шыз жасаңыздар. Өмірдегі бар бақытты тілеймін, машиналарыңыз құтты болсын. Құда-құдағи, Құда қаласына тойларыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін. Бала шағыңыздардың балдардың рахатын көріңіз, қызығын. Әне құдағи бері қара. Құтты болсын. Бізге жұмысты болсын. Алланың нұры жаусын, құдағи тәңір тілеуіңіз берсін дейміз. Көке, енді әдемі қылып көштің басын өзіңіз ерекше қылып тәтті тілегіңізбенен айтып бастап беріңіз. Ассалаумағалейкум. Осында жиылған бүгінгі құрметті қауым, барлықтарыңызды айт мерекесімен құттықтаймын. Денлеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Айне жеңше, құтты болсын тойларыңыз. Әбекеңменен бірге қартайыңыздар. Құда қаласа, мына балаларымның тойын көрейік. Сол, рахмет. Мына бүгін қос той болып жатыр. 70 жылдық біздің құрдас әбекең елу жылдық тойларыңыз құтты болсын. Мынау 60 пен 70-дің арасын Шаңқай түс дейді ғой. Шаңқай түске келіп тұрмыз. Енді мынау 70-тен жүгіріп өтіп, 80-ден секіріп өтіп, 90-да тоқтап қалмай 100-ге келіп ары қарап көріп жатырмыз дейік. Денсаулық тілеймін. Кішкентай балалардың тойында келсек, жақсылықтар болсын. Мына Әбеке, Аня, мынау істеп жатқан тойларың құтты болсын, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Ешекті жаманды көрмеңдер, мына тұлпарларың құтты болсын. Осындай балдарға, осындай қыздарға рахмет, ата-ананы сыйлап, той істеп беріп, астаңызға тұлпар әкеп беріп, сондай құрметтеп жатқанға бұл шексіз алғысын. Бұндай балдар өте анау айтқан көп емес, санаулы. Оны мен өзім білем. Аня жаным, дүние тұрғанша тұр. Екеуміз бірінші подружка болдық. Одан кейін өзім ағама әкеп бердім. Осындай, мен ойлайын да, мен болмасам, сіз жігітсіз қалар едіңіз, сіз әйелсіз қалар едіңіз. Дұрыс па? Ана Қырғызстанда жүрер едіңіз. Енді айып етпеңіздер, мен өзім анау неді, құрдас, әрі подружка болдық. Иә, содан кейін мен әзілдесем. Мына Әбекеңнен кейінгі мен болған екен, ұрсып талам, жақсы да сөйлеп талам, өзім әзілімді көтереді. Аман болыңдар, дендерің сау болсын. Еш уақытта жамандық көрмеңдер. Осындай той думан бола берсін. Мына үйге енді мен айтатым келін десмішім. Осы келіннің тойында әдемелеп қызмет істеп жүре берейін. Басқа еш нәрсені айта алмаймын. Аман болыңыздар. Әбутәліп көкеме кезінде құрбыңызда берген екенсіз. Енді баласында бір жақсы қыз болса көріп жүрсеңіз болады екен. Сіздің фокусыңыз жақсы екен burası. Бәрекелді. Міне, Алланың қалауыменен сіз себепкер болғаннан кейін осында ең бақытты жанұя болып отыр. Алла разы болсын әпке. Әрмен қарай жол көрсетіңіздер. Тәтем, чечемнен мерейтойларыңыз, алтын той, 70 жылдық той бәрі құтты болсын. Алла қаласа
бас қоса берейік. Дендеріңіз сау болсын, қуаныш қосылып тойлай берейік. Рахмет. Ал көпе жынше нағылдымыздың алтын тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, 100-ге жетіңіздер. Қандай бақытты адамсыздар. Рахмет. Нерде құда жақтарға да рахмет айтам. Нағаштарым да отыр екен үлкен тойларда үштік куәгер болып, әділет балығымды үйлендіріп, сол қызықты да жүре берейік. Ар жақсылықты тілеймін. Жеңеше. Сөз бергендеріңізге рахмет. Құрметті қонақтар, мынау үлкен бір біздің Сарыағаш қаламызда үлкен бір той болып жатыр екен. Той үстіне той болып жатыр екен. Енді кешігіп келген үшін кешірім сұраймын. Мына Атыраудан, Ақтаудан құда-құдағилар да келіп жатыр екен. Олар дегенде бір үлкен бір толғатып, қуанып отыр. Қаймаға апа десем де болады негізі енді. Тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Енді ұл қыздардың өсіп өніп жатқаны осы шығар. Құда қаласа, негізгі еркек адам, түстің адамы ғой. Осы ұл қыздардың бәріне тәрбие беріп жатқан сізсіз. Бейнетіңіз жансын. Құда қаласа өзіңіз сияқты адалына, ақпейілді, ақ жарқын келін келе берсін. Сіздерді әрдайым қуанта берсін. Бала шағаларыңыздың бәрі өсіп өніп, қанаттарын кең жайып осы Қазақстанның танымалы, ең бай дәулетті қыздары бола берсін деп тілеймін. Солардың тек рахатын көріңіздер. Қартаймаңыздар, жасарып, дендеріңіз сау болып жүре беріңіздер. Айтпайым деп өлтіріп жібердіңіз ба сіз? Алла тілектеріңіз, қабыл мұраттарыңыз асыл етсін. Істеп жатқан әрбір істеріңіз берекелі, шуақты күндеріңіз мерекелі болсын. Алдарыңыздан бір өтейік. Ренж шықпа. Ендеше ата, апамды алып ортаға тұрып бір әдем суретке түсіп алыңыздар. Көңіліне қайнар. Әбутәліп атам мен Айна апамның достары, жора жолдастары, әріптестері, гәптестері, палшандары, көршілерін шақырмас бұрын сіздердің құрметтеріңізге бір жарты сағат деп айта алмаймын, бірақ жарты сағаттың жартысындай уақытта бір жақсылап билеп алсаңыздар болады. Той құтты болсын ағай! Yo
Керемет. Тамаша. Асығыс деген адамдар үйіне қайтып, өзіміз деген ең жанашыр жандар қалдық қадірлі ағам. Енді тілекті бөліп жарудың қажеті жоқ. Әдем тілектің алаңына, тәтті тілектің төрінде, бір мынадан туылмаса да бір үйдің баласындай болған Әбу Тәліп атам мен Айна апамның достары, тай құлындай тебісіп өскен сыныптастары, бір нанды бөліп жеген, бір терінің пұшпақ әріптестері, гәптестері, әскерде бірге болған палшандары, көршілері, қала берді ұл қыздардың достарын да әдемі тілектің алаңына шақырғымыз келіп отыр. Келіңіздер, атамның достары, апамның достары, гәптестер, көршілер, ұжымдастар, құрбыс, дос жаран қайдасыздар? Күшті билеп атыстар просто. Наяқтан көке, наяқтан. Ал, ақжаулықты алтын әжелер, қадірлі құрметті көкелер, асыл ағалар, шайнаған жеңгелер, барлықтарыңызға бір Алланың нұры жаусын. Енді ақжаулықты әжелер қауымы қылықты қыз баласынан әлем тілектерді жақсылап бастай, әрмен қарай асыл ағалармен, қадірлі көкелермен жақсылап жалғай жандарымыз. Қыздың жолы жігішке болсын, жол көрсетіңіздер апалар. Или аталардан бастаймыз. Болды. Енді мына бүгін Айнаның 70-ге, Айнаның қайнымның 70-ге толған күні екен. Мынау Айна деген ол жүрегі ашық, жаңа не дейді, қолы ашық, бір әйелден болса да тауып сол мынан кейін ашық адамды. Тек қана жоқ деп еш айтпайды. Бар деп айтады, аузынан бар шығады. Мен бұның жан қоңсысымын. Екеуміз сағат 4-терде шай ішіп аламыз екеуміз. Сөйтіп бәрін жамандап аламыз шетінен. Сол сияқты жаңағы кім Айна? Дендерің сау болсын, бала-шағаларың аман болсын, дастархандарың кең болсын, өмірде ешқашан жаманшылық көрме. Не тілесең тілеуіңді берсін. Құда қаласа біздің немеремде кішкентай балалары көп болсын, баланы үйленсін. Соның куәсі көп, о жерде сөз сөйлеп тұрайық. Дендері сау болсын, дендерің сау болсын бәрінен де. Аня, мына
келіншек кезінде өте әдемі еді Аня. Біз базарда бірге істедік 20 жылдай. Аня сол жерден пенсияға шықты. Мен пенсияға шықтым. Құдайға шүкір, мінекей. Аня осы пәттерші болып істегенде ең ішіндегі мейірманды, сондай адал істейтін Аня болды. Айналайын Аня, мына жағдайы нашар екен, мынаған орын тауып бер десең, орын тауып беретін еді. Басқа пәттершілердің жұмысы да жоқ онымен. Айналайын Аня, талай адамға жақсылық істеді. Талай адам осы Аняның арқасынан нан жеп күн көрді, айналайындар. Неғылдеймін, мынау 70 жылдықтарың құтты болсын. Құдай берсе тағы 70 жыл өмір сүріңдер. Дендерің сау болсын екеуіңнің. Мына бауырым екеуің бір жастықта қартайыңдар. Кемпір менен шал болыңдар, айналайын. Мынау қыздарыңның, балдарыңның рахатын көріңдер. Неберелерің көп болсын, шөберелерің көп болсын. Денсаулықтың мықты болып өмірдегі бар жақсылықты тілеймін, айналайын саған. Әр уақытта ойнап күліп осындай той думанда кездесіп жүре берейік. Мерейтой құтты болсын, алтын той құтты болсын. Кейін денсаулық тілеймін, осы балдарың, немерелерің рахатын көріңдер. Денсаулықтарың мықты болсын, осындай тойларға тойлар ұласа берсін. Кей тойға жүре берейміз. Абды, Аня, 70 жастық жылдарың құтты болсын, дерің сау болсын. Күн көріңдер, 2 жылы мұны келін тойларға келейік. Аллабеке, туғаныңыз құтты болсын, жасыңызға жас болсын берсін. Деніңіз сау болсын, бардайын осындай жақсылықта, жастыққаныңыз жақсылыққа жайда берсін. Жасыңызға жас қосыла берсін. Мынау көке жігіше, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мынау Құдайдан тілеп, сұрап алған әділет жалғыз болмасын, жалғыз деп айтпайды екен ғой. Құдайым өзінен көбейсін. Алла сізге берсін. Алладан тілеп алдым, мешіттің алдына бардым деп Құдайдан тілеп алсыз ғой. Тілегіңіз қабыл болсын. Әділеттің балдары, ұлдары көп болсын. Дендеріңіз сау болсын. 50 жылдықтарыңыз, бүгінгі туған күндеріңіз 70 жыл жасасаңыздар, тағы 70 жыл жасаңыздар. Дендеріңіз сау болсын, әпше. Мынау аз сөйлеген Елібай емес, Найман. Енді Құдай қалса, әбеке, жаным әбеке. Жаным әбеке, 7 жасың құтты болсын. Ана жеңшемсің ғой, жаным. Мынау Құдайға шүкір, осы күнге жеттік. Мынау 7 жасқа толып әбеке, жаным. Жасыңыз жасқа қоса беріңіз. Жаным. Әбеке. Білесіз ба, сіз қуанамын. Ана жеңше, әбекеңнің үйіндегі жеңшемсіз ғой, білесіз ба? Рахмет, сізге де рахмет. Құда қаласа мынау екеуіңіз 50 жас, 50 жыл құтты болсын, жаным, рахмет. Қуаныштымын. Мысалы, басып қалды, ішіп алып. Елбай бәле болды мына бір. Бердім да. Тойларыңыз тойласын, құтты болсын, жаным. Әбеке, тойларыңызға қуаныштымыз, келіп отырмыз енді. Алланың берген жасын жасай беріңіздер, Құдай қаласа. Мына бауырымызды үйлендіріп, Құдай қаласа, жақсы тойларда құлақсы өткіре берейік. Аумин. Құтты болсын, Құда. Әбеке, той құтты болсын. Неғылса неғыла беріңдер деп қойсақ кешкіміз. Арғы шаққа сұлу қыздардың тобына. Аға, ер азаматсызға бастап берсеңізші. Рахмет. Саламатсыздар, құрметті қонақтар, құрметті құдалар. Бүгін сіздер үйінде той құтты болсын. Хочу сказать,
Доживите до тех лет, увидеть внуков, правнуков, увидеть их свадьбу, увидеть их детей. Вот это будет счастье. Счастья вам желаю от всей души. Живите долго-долго на радость своим детям, внукам, правнукам. И чтобы в вашем доме осындай дастархан болсын, кунактар келсін. И самое главное, будьте здоровы. Аман болыңдар. Жизнь и так и коротка. Так что живи на яркой стороне. Билайн-центр. Здравствуйте всем, добрый вечер всем. Тетя Аня, дядя Баталиб, мы вас поздравляем от всей души. И с 70-летием, и с юбилеем, с золотой свадьбой. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашей большой семье. Дай Бог, чтобы в вашем доме накрывался стол только по хорошему поводу. Спасибо вам, что вы родили мне такую подружку Алию. Я ее люблю. Да, она мне как сестренка, да, я с ней уже прожила. На нашей улице мы живем 30 лет. Я ее люблю, я ее обожаю. Она вот как вместо меня, да, может, как, вот я бабушка, вот моя внучка, она ее любит больше, чем меня. Она трясется из-за нее. Дядя Баталиб, вы вырастили прекрасных детей, хороших детей. Они вам накрыли такой прекрасный стол. Я очень рада за вас. Спасибо вам, что вы есть. Долгих вам лет жизни. Живите долго и счастливо, на радость своим детям, внукам, правнукам. Дай Бог праправнуков увидите еще. Дай Бог вам в ваш дом, чтобы пришла хорошая сноха. Сноха, мы все ждем, будем ждать вашего приглашения на той. Мы обязательно придем, будем праздновать вместе с вами вашу радость. Живите долго и счастливо, тетя Аня. Дядя Баталиб. Той кутты болсын. Бақытты болсын. Орысша түсінетпештілер аумен дейсің. Кім? Айтсын деп жатыр, сізді айтсын деп жатыр, айтыңыз. Добрый вечер, дорогие дядя Баталиб и тетя Аня. Поздравляю вас с такой замечательной датой, золотой свадьбой. Это не каждому дано дожить до золотой свадьбы. Дай Бог вам и до бриллиантовой дожить, чтобы мы гуляли на всех ваших юбилеях свадьб, на 60, на 70 лет и так далее. Хочется пожелать вам, конечно же, здоровья, долгих лет жизни, чтобы вы всегда были на позитиве, в хорошем настроении, чтобы жить друг без друга не могли, ни дня прожить, чтобы не могли. Тетя Аня, вас отдельно тоже с днем рождения, всего самого вам хорошего. Я вас знаю уже, Господи, больше 30 лет. Все праздники с вами на базаре отмечали. Люблю вас, уважаю. Спасибо, что позвали нас разделить с вами вашу радость. Горько! Горько маңдайдан көкем. Горько маңдайдан. Қазақша горько бұл. Орысшаны істей алмаймыз, ұят болды. Осының өз Аллаға шүкір. Маңдайдағы бір горькомен 6 баланы дүниеге келдік қой. Аллаға сан шүкір. Енді жалынды жастардың достарына тілек берсем деп едім. Арайлы Астанадан осы біздің шырайлы Шымқала Саялы Сарағашқа ат басын бұрып келген екен. Жалынды жастардың дөсі Қанат Мырза менен Мөлдір ханына бір әдемі тілек болса. Алдыңғы қатардан көрінсеңіздер Қанеке. Саламатсыздар ма? Туған күндеріңіз құтты болсын, мерейтойларыңыз құтты болсын, тек жақсылық, бақыт, жақсылық болсын. Алатауға бүгінгі 70 мерейтойларыңыз құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Жүз жасаңыздар, артта жүгіріп жүрген немерелеріңіздің қызығын көріп, әдемі қартая беріңіздер, балаңыздың ортасында осылай күліп ойнап жүре беріңіздер. Біздің Астанадан келіп отырмыз,
Нұрбек Күйеуоварымыз достарымыз 2009 жылдан бері дос болып жүрміз. Осылай, ал Нұрбек бүгінгі кешеден бері жасап жатқан тойларың өте әдемі өтіп жатыр. Осындай той бәрімізге жұғысты болсын. Бізде де осылай ата мен апа сияқты 70 жасымызды тойлап, бірге жүре берейік. Сол, рахмет сіздерге. Алла разы болсын сіздерге. Бармақ басқа болған менен білек бір, жүрек басқа болған менен тілек бір. Қалған сілекшіміз бар. Қазақстанның басқа қалаларында қадірлі ағайын. Біздің Шымкентте Сарыағашта ғана ғой той соңында осылай біраз қайтып кетеді үйіне. Бірақ басқа қалада той болса, көршіміз Тараздан бастап, арғы беті Семейге дейін қай жерде той болса да ешкім үйіне қайтпайды. Тойдың иесінің әдемі аппақ ниеті, тәтті тілек айтылады, сондықтан да содан кейін барып үйіне қайту басталады. Дәл осындай той бүгіннен бастап алсын біздің Сарыағашта да, Құдай қаласа. Көке, осыншама алтын уақытын қиып келген ағайынға өзіңіздің де бір ауыз әдемі тілегіңіз тыңдағымыз келеді. Мархабат. Көп рахмет сыйлап келгендеріңізге, өте қуаныштымын. Той-той қауласа болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға осындай той жұғысы бола берсін. Құрметті қауым, рахмет келгендеріңізге алтын уақытыңызды бөліп, біздің осы кішігірім балашамыз деген тойға келгендеріңізге рахмет. Сіздерге бәріңізге ұзақ өмір, денсаулық. Қазір заманда денсаулықтан артық шпәле жоқ. Дүние де жетер, тамақ та жетер. Барлығыңызға Құдай денсаулық, аспан ашып, денсаулық деймін. Балаларыңыз рахатын көре беріңіздер. Мына біздің тойға келгендеріңізге рахмет. Осындай құт береке үйлеріңізге бере берсін. Менің мына өсірген жаман ұл-қыздарым өмірі ұзақ болсын, дендері сау болсын, аман болсын, өзімен-өзі көбейе берсін. Мына Қалдыдық қызым бар, мен қара қызым жаңа Гүлмира, Нұрбек күйеу балам, достарды сыйлап келіп отыр. Атыраудан Астанаға құдағайларыма да рахмет. Мына көрші қоланға рахмет. Алыстан арылбағанша жақыннан дұрба деп, мына көрші жақын ағайын келгенше көрші түбіңде, қай уақытта болса қасыңда. Рахмет, бәрілеріңізге денсаулық, амандық, тыныштық, Құдай берекелерін берсін. Рахмет келгендерге. Енді бір Мәшінеге құнан атап отырмыз айналайын. Қазір апасы барыңыз. Анау тойымыздың төрінде апамның бір ауыз тілегі бар екен. Бауырым, мен жар тоқтаудан таңдаудан сен адаспасын. Мың шүкір, ағалдың бол. Өте жақсы. Бұл әдет келіншегі қартайып келе мынандай жағдай болды. Астын орамал үстінде көрдік қой. Қандай әдемі ақылды келіншек. Жаңа микрофонда сұрабағаныңыз болмаса ұстап айтқанда жоқсыз ғой бірден. Жаңа қай апам еді? 1 минут өтініш, 1 минут сабыр қылыңыздар. Апа, бір әдемі тілек өзіңізден болсын деп жатыр. Аня, әбеке, тойларыңыз тойға боласын. Жаңа адамдар айтып отыр жұрттың бәрін, жақсы болмайды дейді. Әбеке, ол алтын әке. Бізді Аня, алтын жар. Ол әбеке, жаңа машинаңызды рахаттандырып, бала-шаға шөберелерді қосып, рахатын көрдіңіз. Біз көрдік беріп жібердік сізге. Мың жасаңыз. Аня, Құда қалса денің сау болсын, менің құдамды жақсылап баға бер. Әділет құдағыңызға жақсы келіншек әкелсін. Тәңір тілегіңізді қабыл етсін дейін. Енді мен түйін десем бола ма? Бол. 1 минут, бол, әдем. Таңдайымызды құрғатып, айтыңыз шаба. Осындай тойды бар күшін салып өткізген осай табада рахмет. Өмірің ұзақ болсын, денің сау болсын. Құда қаласа біздің жасымызды бере берсін саған.
келін алып қыз ұзатып үлкен ата бола беремін. Бақытты бол, аман бол. Кешегі тойдың үстіме шапан жапқан қоя беріңіз десем де апа. Ойнап айтып жатырмын, әзілдеп жатырмын апа. Таңдайымызды құрғатып, сары ағашты шулатып, кішкене ғана жүрекпен сіздерге тілейік шын бақыт. Әбутәліп көкем мен апамның 70 жас мерейтойын басқарған Ошақтының жігіті Нұр Бақыт. Ошақтың жігіті болса, мен нағашым екен. Тойдан тобықтай деді. Жоқ, мен шын айтқан жоқ ма ба? Амин апа. Күшті болды қая. Той бәрі мұсты болсын. Мен 20 теңгені ұстап микрофон істемей қалған қалай екен. Ал Аллаға саңыз шүкір, атамыз бенен апамыздың достары бар екен, ортаға қарай жиылып, Алланың нұрын бұйыртып, құмшақ май, қан құсап бірігіп бір суретке түсіп алайық. Не деймін апа, тойхана жабылғанша бей болсын енді. Жібер кетіп маэстро. Баласымен келген Айсқан жіберсен деш болды ғой.